Түйені көрсе жылқы неге қалтырайды? Ертеде жылқы күнге қарап былай дейді: О, барлық жан-жануарларға тіршілік сыйлаған қайырымды күн, мені жануарлардың арасындағы ең сұлулардың бірі деседі жұрт. Солай екенін өзім де сеземін. Сонда да кейбір дене мүшелерімді бұдан да әдемірек етуге болар еді-ау деп ойлаймын. Сонда қай жеріңде түзейтсуге болар еді деп ойлайсың деп сұрайды күн күлімсіреп. Егер, дейді жылқы, сирақтарым бұдан да ұзындау және сидаңдау болса, мен тіпті алдына жан салмайтын жүйрік болар едім. Мойным аққудың мойындай ұзын болса, маған ол бұдан да әсем көрік бітірер еді. Төсім жалпақтау келсе, қазіргіден де алымдырақ болар еді. Оның үстіне адамзатты арқалап жүру үшін жотамнан мәңгі алынбайтын ер болса, тіпті жарасып тұрар еді. Жақсы, қалағаның болсын, дейді күн жайраңдап, сәл күте тұр. Соны айтады да күн жерге түйені түсіреді. Денесі алпамсадай тұрқы арбиған жануарды көрген жылқы әрі қорыққанынан, әрі жиіркенгеннен қалшылдап қоя береді. Міне, сен қалағандай ұзын да сидаң аяқ, аққудың мойындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ері де дайын. Қалай сенің де осындай болғың келе ме деп сұрайды күн. Жылқы әлде есін жия алмай қалшылдап тұрады. Жоқ, дейді тіл күрмеліп. Ендеше жөніңе жүр, дейді күн жылқыға. Саған өз бойыңдағы да жетеді. Әркім өз қасиетін бағалауға тиіс. Содан бері жер бетінде түйе де өніп өсе бастапты. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын әлі күнге дейін денесі дір ете түсіп, қалтырай бастайды екен.